кіріп қойған. Bu yerде тағы да қазақшаны таңдаймыз. Және осы жерде көпірстар шығып отыр. Мен бірінші төмен жағын көрсетейін, енді Қаныш Сәтпаевқа байланысты, тағы басқа өзінің бала шағаларыма қатысты кейбір сондай видеоларды жасағанмын. Соны қалай жасаудың біреуін көрсетейін. Бейне жасау дегенді басамыз. Бейне жасау дегенді бастық. Және де бейнені жасауды басқан кезде бұл жерден түрлі аватарлар шығады. Кімді сөйлеткіңіз келеді? Мысалы, Сәтпаевты сөйлеткіңіз келе ма? Или жаңағыда кезген суреттерді. Бұның жақсысы қандай? Бізде жаңағыда айтады, географияға, любой ғылымға үлес қосқан ғалымдарымыз айтады, 100-200 жыл, 300 жыл өмір сүріп кетті. Олардың не айтқаны, немесе жаңағыда видеосы сақталмаған ғой. Соны жағып мысалы, мен неде дайындап қойған. Неде бастайын? Аватар жасауға мынаны басамыз. Сөйтеміз да неге мынаны басамыз, сонда компьютердің ішіне кіреді бұл. Компьютердің ішіндегі бізде сурет сұрап тұр данный момент. Мына жерде мен қазір Қаныш Сәтпаевтың суретін дайындап қойған, мысалы мынаны басам мен. Открыть. Енді көп нәрсе интернетке де байланысты, егер интернеттіңіз өте жылдам болатын болса, бұл тез жүзеге асады, егер сурет таңдалды. Мына таңдалды. Енді осы жерді таңдағаннан кейін Сәтпаевтың суретін алдық. Бұл жерде эмоциялар дейді, жаңағыдай түсінікті. Мысалы, жаңағыдай қуанып тұрғанын аламыз. Одан кейін өзіміздің тіліміз қазақ тілін таңдаймыз. Мына жерден. Мысалы, мына ішінен алайық. Өзіміздің қазақ тілін алдық. Сөйтеміз жерге жыныс деген жер бар. Енді еркек деген таңдаймыз. Бұны Дәулет деп тұр ол. Одан кейін жас дейді. Біз енді әрине ересек адамның дауысы керек бізге. Және қалғандары онша маңызды емес. Сөйтеміз де дауысты қолдану дейміз. Енді екінші нәрсе неде сценарий деген бар. Сценарий дегенді басамыз. Және сөйлей Қаныш Сәтпаевтың бір сөзін жазсақ болады. Мен енді неде ноутбуктан жаза салайын. Мысалы, Сәтпаевтың керемет бір сөзі бар. Туған жердің қара тасымен өзге елдің жарытпас деп мақтап жарытпас дегенді алдым. Және соның ішінде бейнені жасау дегенді басамыз. Бізде бір кредит қалған екен, бір мүмкіншілік, осын басамыз. Сөйтеміз де қазақшаны таңдаймыз. Деген кезде что-то реклама шығып кетті. Енді мен сіздерге жасап қойғанымды көрсетейін, рұқсат болса, мына жерде. 10 сөзден асып кетті. Сол уақытына қарайды. Негізінде бұны сатып алатын болсаңыздар, мүмкіншілік көп. Егер ақшасын төлесеңіздер де, тегін болатын болса, бізге жаңағыда уақытын қысқартып береді. Енді мен сіздерге бұның ішінен өзім жасағандарымды ғана көрсетейін. Мысалы, мынау бейне студия дегенді басамыз. Мына ішінде Сәтпаевқа қатысты жаңағыда бірнеше реттен істеп көрдік. Соның ішінде кез келген алып көрсек болады. Мысалы, қайсысын алсақ болады? Мынаны аласақ. Ана енді өзім бала шағам сөйлеген. Өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған, өзге елдің алтынын мақтап жарытпас. Деген сияқты осы кезген суретті сөйлетуге мүмкіншілік бар екен. Бұл дяди деп атады. Келесі, үшінші көрсеткенмен Mosaic Education деген сайтымыз бар. Яғни бұл интерактивті білім беру құралы сабақтарыңызды көрнекі және қызықты етіп өткізу үшін қажет екен.